Осы ше давайте келісіп алайық, қонақ шақырғанда үйіп төгіп барлық нәрсені істеп дастарханға қоюды қояйықшы, пожалуйста. Қонақ той еще бәрі кешке шақырады, кешке барасың, кешке ананың бәрін жейсің да, әйтеуір бір жерің ауырып шығады, асқазаның не бүйрегің не бауырың май басып ше. Қонақ шақырдың ба, бізде тек дастархан басында отырады ғой, тек дастархан басында шай ішеді, сосын тамақ ішеді, сосын қайттан шай ішеді, сол дастархан басында әңгіме айтады, болды, сонымен тұрып кетеді да. Тамақ ішуге ғана келетін сияқты, бірге жиналып әңгіме айтып, бір ойындар ұйымдастырып ше, балдарды да ойнатып ше. Мысалы қонақ келетін кезде балдарға вообще қарамайсың да ғой, әр нәрсені жеп ертесіне обязательно бала-шаға ауырады ғой қонақ келген күні. Дастарханды фуршетный стол қылып қойсақ деймін да, анандай фруктыларды кесіп пирогтар, кішкентай сосын соктар, шайлар, әркім өз қалағанын алып құйып ішіп жеп жүре береді да. Қазақтарда ысырапшылық көп сияқты, көп нәрсе артық қой деймін да, лишний ақшаны жарату, особенно ана Шымкент жақта ше. Өзіне денсаулығына қимайды да, жоқ қонақ со дастархан десе бүкіл бәрін шашып жайылып. Еще тойларда не деген дастархан жасайды, тамадасы бар, бишісі бар, тойға тарататын андай майда шүйделері бар, соның бәрін істейді да, бірақ сонда да ой арзан дастархан істеген, арзан тойханаға істеген, тамадасы онша емес деп әйтеуір мін айтып кетеді ғой. Фуршетный стол дегенге көшейікші, пожалуйста, көбірек әңгімелесіп ойнап деген сияқты.